Бұл күн болады деп ешкім ойлаған жоқ, бірақ бұл күн нетіп кеттім. Короче, бұл күн болып жатыр. Майнкрафт ойнайтын боламыз бүгін, достар. Иә. Oh shit. Here we go again. Көп болды біздің Майнкрафт ойнамағанымызға, яғни менің Майнкрафт түсірмегеніме өте көп болды. Бірақ бүгін біз ойнап көретін боламыз Майнкрафтты. Мен сағынып қалдым бұл ойынды, көп ойнаған жоқпын бұл ойынды. Сол үшін сіздерге де бүгін бұл қызық болады деген ойдамын. Өйткені сіздер білесіздер ғой, мен дейтін кезінде көптеген видеолар түсіретін болдым Майнкрафттан сіздерге, және сол ұнайтын болды. Әлі күнге дейін достар менен подписчиктер жазады маған: Нұрлан Майнкрафт түсірші, Нұрлан Майнкрафт түсірші, Нұрлан Майнкрафт түсірші, Нұрлан Майнкрафт түсірші деп. Міне достар, сіздер үшін, арнайы олд фактор үшін мен бүгін Майнкрафт түсіретін боламын. Сіздерге қызықты болады деген ойдамын. Иә, білемін, мен оны основной каналға салып жатырған жоқпын Майнкрафтты. Мен бұны өзімнің лайв каналыма салып жатырмын. Яғни тек қана олд факторға. Сіздер ойламаңыздар енді болды, Нұрлан қайтадан Майнкрафт түсіреді постоянно. Жоқ, достар. Мен Майнкрафтты постоянно түсірмеймін, бірақ арасында осын түсіріп тұрамын. В общем, одиночный играға кеттік. Бастық. Так, біз дейтін жай ғана Майнкрафт дейтін Майнкрафт дегенді ойнап жүрдік. Бірақ енді бұл жаңа летсплей болғасын, енді жалғастырмай жаңа новый мир бастайық. Иә, біз бүгін қайтадан жаңадан мир бастайтын боламыз. Мен көп болды Майнкрафт ойнамағаныма, сол үшін мен қазір білмеймін мұнда не болып жатыр, қандай обновление шығып жатыр, аралар шықты дейді. В общем, тағы да новый блоктар шықты дейді, новый жительдер, там деревня шықты дейді. В общем, там неше түрлі қызықты заттар шықты дейді. В общем, соны бәрін қазір көретін боламын. Ал картаның атын мен білмеймін деп қоямын. Давайте просто қалам деп қойық. Создать новый мир, ал кеттік. Вау, біз қай жақтан шықтық, мен білмеймін, бір жерден шықтық біз әйтеуірі. Вау, міне ара, достар, міне как раз осы ара, бұл дейтін жаңа моб. Так, мұны араның ұясы, мен түсінгенімдей. Бұл баяғыдай мен... Ух ты, шошып кеттім оқырсын ара, қалай шықтың сен? Ё-майо. В общем, достар, мен ойнаған кезде бұл мобтар болған жоқ, бірақ қазір енді көріп тұрғаныңыздай бар. В общем, маған да бір жағынан қызық, достар, Майнкрафт ойнаған. Өйткені сіздер білесіздер ғой, мен жалпы Майнкрафттың ең басты жанкүйерімін. Ой, блин. В общем, қазақ ютубында қазақ ютубында деп қоясың ғой. Жоқ, қазақ ютубында емес, вообще мен Майнкрафт ұнатамын просто, достар. Мен сіздер ойламаңыздар, мен Нұрлан сен дейді қуып кеттің, не қайтадан Майнкрафт түсіріп жатсың, неге сен дейді андай серьезный видеолар түсіріп жатсың ғой, неге қайтадан Майнкрафт түсіріп кеттің енді? Жоқ, достар, мен жай ғана фан үшін ойнап жатырмын. Мен андай ойламаңыздар енді мен күн сайын енді Майнкрафт ойнайды деп. Жоқ, арасында просто демалу үшін. Қазір как раз карантин, достар, бәрі үйде отыр, сол үшін мен де не істерімді білмеймін, менде кішкене бір бос уақыт пайда болды. Сосын сіздерге Майнкрафт түсіре қояйын деген ой болды. В общем, давайте, достар, көп сөйлемей, біз мына ағашты алайық. Так, давайте бұл ағашты алып алайық та добывать дейік, в общем. Так, бізде ағаш бар енді. Мына жақта жыл қой дейтіндер бар. Достар, егер де сіздерге Майнкрафт ұнаса, егер де бұл видео көптеген просмотр, көптеген лайк жинап жатырса, онда біз әрине Майнкрафтты жалғастырамыз деп айтып қоясың ғой да. Потом жалғастырмай қалады, как всегда Нұрлан всегда солай. Нұрлан айтатын всегда солай. Жалғастырамыз дейді, сосын жалғастырмай қалады. Бірақ, достар, білмеймін, жалғастырмауым әбден мүмкін. Шын айтып қойын, сразу айтып қойын, жалғастырмай қалуы әбден мүмкін. Бірақ сіздер, ой, блин, неге мұны қатып жатыр? Что-то мен графикасын азайту керек сияқты ғой. Так, 12 чанкқа қойын. Мне сразу алып FPS болып кетті. В общем, так, нормально. Так, жоқ, мен жалғастыратында шығармын, бәлкім. Көреміз, короче, давайте көреміз. Сіздердің лайктарыңыз бен комментарияларыңызға байланысты бәрі. Так, енді көреміз. Ал так, мен дейтін уже бір шама ағаш таптым. Давайте соның бәрін доскаға айналдырайық. Давайте классический верстагымызды жасайық. Давайте, мен уже нешінші рет баставатым выживание. Ой, құрсын білмеймін. В общем, миллион рет бастаған болармын, бірақ сіздерге енді қызықты болады деп ойлаймын. Так, топор жасадық. Так, енді меч жасаймыз қазір. Жоқ, мен кирка керек екен ғой. Так, бірінші кирка керек. Так, мен Майнкрафтты ұмытып қалыппын енді кішкене. Так, достар, есіме түсіріңдер, менің Майнкрафтты қалай ойнайтыным. Көп болды ойнамаған, мен жарты жылдай болған бар енді. Жоқ, жарты жылдан көп болды, достар, мен Майнкрафт түсірмегеніме. В общем, шошқа. Так, шошқа. Так, давайте бізге шошқаны біз өлтіріп алайық, да? Так, енді мен бірақ мұсылманмын, енді шошқа жемеймін, бірақ сонда да Майнкрафтта қосын ондай понятие жоқ. Майнкрафтта кімді жесен де мейлі. В общем, так, сол үшін біз мына шошқаны өлтіріп алайық. Так, өлтіргім келіп тұрған жоқ, сен шошқа, сені өлтіргім келіп тұрған жоқ. Бірақ бізге тамақ керек, так что давай. Так что маған пофиг, так что давайте жеп алайық, осыны пісіріп аламыз. Так, енді бізге не керек? Так, пока что. Вау, мындақта
тауық. Так, тауықтың еті де тоже бізге керек. Так, өлтіріп алайық. Так, мен убийца болып кеттім құрсын Майнкрафтта, құрсын менен астыған. Так, Нұрлан келді, бәрін қиратады енді, как всегда. В общем, давайте мына жаққа кеттік. Так, кеттік. Вау, мына жақта осьминоктар тусап жатыр. Так, сосын достар, мына жақта балықтар бар екенін білемін енді Майнкрафтта. Негізі, по сути, ол баяғыдан бері бар. Мен ойнаған кезде де болған сияқты, соңғы рет мен ойнаған кезде де болды. Бірақ мен олармен көп андай танысқан жоқпын, дұрыс таныса алмадым сол балықтармен. И сосын достар, ана судың астында неше түрлі қызықты данждар шықты. Енді судың астында, өзендердің астында неше түрлі қызықты данждарды кездестіруге болады. Вау, мына жақта лава тұр достар, лава, ё-майо, күшті екен бұл лава, кәдімгідей. Вау, мынау редкость достар, мындайды көру дейтін редко, да? Мындай лаваны көру әрқашанда. Вау, мына жақта сиыр бар, сиырды да өлтіріп алайық. Так. О, баласы бар ма не? Айтпайсыздар, мен құрсын олай тимеймін, құрсын болды, құрсын. Мә, сорян, ну жаман зат жасадым мен, конечно. На самом деле, шын айтсам да, Майнкрафтта ешкім аяп керек емес. Бұл жай ғана кубиктар ғой, просто не снаяды мен олардың. Так, бірақ мен сонда да бәрін андай адам қылдыруға тырысам, барынша типа дұрыс адам болуға тырысам, даже Майнкрафттың ішінде де барынша бәрін честный болуға тырысам, ешкімді тиіспеуге тырысам. Тек тамақ керек кезде ғана мені өлтіремін, а так былай ешкімді өлтірмеймін. Негізі даже Майнкрафтта ешкімді өлтірмеуге де болады, просто жай өліп қалсам қайтадан үйінен шығасың. Так, қайда үйінен шықпайсың. Бірінші бірақ крабайт алып алу керек, конечно. Так, мына тауықты өлтіре берейік, мыналар көп екен. Так, көп болса онда өлтіре беремін. Так, аз болса тиіспеймін бірақ. Так, жақсы, осы тамақтар маған жарайды деп ойлаймын енді бүгіндікке. Так, енді ешкімді өлтірмеймін. Так, енді маған так не істеу керек? Маған тез қазір мына ағаштарды табу алу керек. Сосын так, ағаштардың бәрін тауып алайық. Мен өкіп кетті. Так, қуып жатыр кішкене Майнкрафт, шамалы, кішкене баг болып жатыр. О, менде достар 170 FPS тұр қазір, 150 ма сондай FPS тұр. Ол өте керемет. Білмеймін, сіздерге оның бәрі көрінбейтін шығар, өйткені сіздерге 60 FPS болады видео. В общем, так, қызық. Так, кеттік. Мына жақта бір қызық шахталар бар екен. Жалпы маған генерация ұнап тұр. Генерация өте керемет жасалынған екен. Өте ұнап тұр маған генерация, мирді ұнап тұр. Так, бәрі ұнап тұр. О, ана жақта уголь бар достар. Давайте бір угольді алып көрейік. Уголь дегеніміз яғни көмір. Так, уголь дегеніміз көмір деп қазақша неге айттым оны білмеймін. Онсыз да білесіздер ғой. Так, давайте алып алайық таны. Так, алып алайық. Так, опа. Жыным келет болса деревянный кирканы, онымен алып болғанша мен ұйықтап қалатын сияқтым қазір. Так, давайте тез желе каменный кирка жасап алайық. Так, тасты кирканы ма? Қазақша қалай бар? Тасты кирка ма? В общем, так, тез. Так, мынаны алып жасабайық. Опа, бізге бір булыжник керек. И все, бізге. Все, енді қиналмай ала беруге болады. Бірақ хотя каменный мен де потом шашақ бересің, шын айтсам. Бірақ более-менее шыдауға болады каменный мен. Так. Опа, енді біздің үй, хотя бы үйімізде кішкене свет болады. Немесе өзімізде вообще свет болады, енді кішкене болсын. Жақсы болды. Так, енді біз не істейміз? Так, бізге енді құттай болсын булыжниктер керек болады. Қазір печка жасауға, так что давайте құттай булыжник жинауайық. Так, жинауайық. Ах, қандай Майнкрафтқа оралған өте керемет қой достар. Шынымен де сіздерде қазір ностальгия болып жатқан бар. Баяғы Нұрлан сол Майнкрафт ойнап жатыр деп. А біреулер керісінше ол мұндай реакция беріп жатқан бар, типа, Нұрлан неге оралдың қайтадан Майнкрафтқа деп. Егер шын айтсам, мен оралып жатырмын деп те айта алмаймын. Мен жай ғана есіме түсірейін деп альбом ашқандай болдым, короче. В общем, так, кеттік. Мен дейтін жаққа үй салатын да шығармын. Так, Так, мына жақта тағы да уголь бар екен. Мен вообще негізі шын айтсам, мен андай Майнкрафтерлардың бірімін. Типа, угольдарды көрсем, обязательно алып аламын. Білмеймін не екен. Мен ресурстарға өте евреймін. Так, мен бәрін алып кетуім керек, бәрін қалдырмай. Так, ресурстарға еврей дейтін сөзді шығарған не айтып кеттім, вообще түсінбеймін. Короче, как всегда, Нұрлан Майнкрафт ойнаса, қатысы жоқ қуып кеткен заттар айтып бастайды, өйткені бұл ойында комментарий беру өте қиын. Комментарий, не айтса, Майнкрафт ойнағанда адамдар тынышымен ойнау керек қой, ештеңе айтпай, музыка тыңдап, асықпай, рахаттанып. Енді сіздер видео қарап жатқасын, сіздердің іштерін піспау үшін, іштарын дедім ба, қуып кеттім ғой. Короче, сол сіздердің іштерін піспеу үшін, іштерін деп айту бұл түрлі екен. Короче, в общем, сіздер түсіндіңдер ғой. Сіздерге қызық болсын деп, так, көп сөйлеп жатырмын енді мен барынша, көңілді болуға тырысып жатырмын. Көріп тұрсыздар мен көңілді болуға тырысып жатырмын. Бірақ шын айтайын, мен күлгім кетіп тұрған жоқ, шын айтсам. Мен просто так осылай комментарий беретін боламын енді.
Маған өте ұнайды бұл ойын, шын айтайын да. Қанша айтпақшы, Майнкрафтқа 11 жыл болды. Давайте құттықтаймыз. Маған ұнайды. 11 жыл болды. Білесіздер ме? Кейбір Майнкрафт ойнайтын школьниктер 5 жаста. Кстати, Майнкрафт ойнайтындардың көпшілігі кейбір адамдар там 5-те, 6-та, 7-тегі балдар ойнайды, ал Майнкрафттың өзіне 11 жыл. Сонда ойлап қараңдаршы, достар, Майнкрафт дейтін өзінің аудиториясынан да үлкен шыққан жыл. Короче, Майнкрафт 11 жаста, шын айтсам. Майнкрафт дейтін уже школьник емес, шын айтсам. Майнкрафтты уже көптеген жақсы, даже бизнесмендер де ойнауға болады уже. Не айтып кеттім, қайда бизнесмен? Мен не айтып жатырмын, өзім білмеймін. Достар, мән бермеңіздер, дизлайктарыңызды баспай қойыңыздар. Мен осылай сөйлей беремін, білесіздер ғой, баяғы сол Нұрлан ғой. Так, короче, шерстті өлтіріп тастадым. Так, бір шерст бар бізде. Так, тағы бізге керек шерст. Так, қайда? Қазір түн болып кетеді, мен әлі жүрмін, үй салған жоқпын, ресурстар жинап әлі жүрмін. Бірақ меніңше мен өлмейтін де шығарамын, өйткені мен на опытемін. Мен де Майнкрафтермін ғой, от души мені ешкім өлтіре алмайды по-любому. Так, жақсы. Ештеңе етпес, не деп кеттім. Короче, ладно. В общем, солай. Не солай. Не айттым еще. Короче, Майнкрафт ойнап жатыр. Майнкрафт ойнап жатқасын миды қосу, миды өшіру керек полностью. Майнкрафт ойнап жатқасын адамның миы полностью сөну керек. Мына жақта шошқалар жүр, как всегда. Ой, шошқалар бітпеді ғой құрсын. Так, бізге мұсылман болу мүмкін емес болды Майнкрафтта, сол үшін так христиан боламыз. Короче, ладно, достар, забейте, мен не айтып отқанымды өзім білмеймін. Короче, так, мына жерде железін көріп қалған сияқтымын, да? Так, мен как всегда евреймін ғой, ресурстарға айтқанымдай. Сол үшін мен қазір бұл железаларды алып кетемін бәрі. Тек самое главное, өліп қалмасам болды қазір. Өліп қалсам енді, конечно, достар, сіздерге енді қызықты болады, енді контент болады, бірақ мен контент жасағым келіп тұрған жоқ сіздерге. Өлгім келіп тұрған жоқ, короче. Так что мен... Бля! Серьезно? Өлгім келмейді де өліп қалдым ғой құрсын. Өлуге чөйт қалдым, достар. Өлмегенім жақсы болды. Так, давайте тамақ ішпекші, как кеш болып жатыр уже. Блин, бізге андай печка жасау керек, а то блин, осы шахтта қалатын сияқтымыз бірінші серияда. Так, давайте мынаны жасап алайын. Так. Давайте мына курицаны пісіріп алайық, сосын жеп алайық соны. Ё-моё, достар, мен өлуге чөйт қалдым ғой, өлмегенім жақсы болды. Өлгенде вот это реально вот. Прям реально қызық болатын еді, бірақ осынша қызық болмақ қойсыншы, ондай қызық болмақ қойсыншы. Так, тез-тез жеп алайықшы, мен жизнімді көтеруім керекпін. Так, біреуге атқан сияқты болды маған. Ешкімге атқан жоқ та, уф. Так, онда бүйтеміз, короче. Банағы железларды маған бірдеңе етіп алып алу керек. Так, бүйтеміз. Опа. О, міне железларды алып жатыр. Так. Неге так деп жатырмын? Короче, менің паразит словоларымды білесіздер ғой. Баяғыда мен достар деген сөзді көп айтатын болдым. Қазір білмеймін. Қазір вообще сөйлей алмаймын вообще. Короче, летсплей түсірмеймін көп болды. Бір жағынан сол кішкене үйрене алмай отырмын әлі көп сөйлеуге. Так, курицамызды алдық. Вау! Мына жерде неміз бар? Мына жерде тағы железамыз бар. Так, алып кетейік бұны. Так, деген сөзді енді мен айтатын болам. Менің енді новый паразитім үйрене беріңіздер, достар. Достарды айтпай қойшы, достарды так айтып кетермін. В общем, керек емес. Короче, Google-дердің бәрін алып алайық. Бәрін ештен қалдырмаймыз. Кеш болды, достар, кеш болды. Бізге енді қиын болады. Енді біз печкамызбен верстагымызды алып кетеміз де таямыз бұл жерден. Вау, бізде, достар, уже неше железа бар. Так, бізде 12 железа бар. Енді білмеймін, бір броня жасауға жетеді. Нагрудник жасауға жетеді, жақсы. Так, бірақ мен нагрудник емес, мен кирка жасайтын болам, как всегда. В первую очередь мен кирка жасап аламын железный. Өйткені қайдан білесің, біз алмас тауып алармыз. Бір күні шахтада жүріп, сол үшін бізге обязательно железный керек болады. Так, железный дұрыс. Кетейікші бұл жерден өші кеткім келіп тұр, шын айтсам. Так, булыжникті да кетіргім келіп тұрған жоқ, шын айтсам. Бана дедім, булыжник дедім, булыжник дедім, не деп кеттім? Булка демегеніме жақсы болды енді. Так, жақсы енді кеттік тайдық осы жерден. Так, кеттік. Ва, крипер, жарылмақ қойш, крипер тек қана, опа. Так, мені жақсы қарсы алмайсыңдар ма? Не мынау? Жақсы қарсы алмайсың, жарты жыл кірген жоқ Майнкрафтқа. Не мынау бәрін өлтіруге тырысыватсыңдар ғой? Как всегда ғой, Майнкрафт. Сені осылай қарсы алады тек қана. Так, крипердің жарылуымен қарсы алады. Және скелеттің атуымен қарсы алады. Зомбидің дегенмен қарсы алады. В общем, салам алейкум, короче. Бірақ мен тірі қалам, по-любому Майнкрафт.
Так, мен қазір тірі қалам, по-любому тірі қалам деп ойлаймын енді. Так, біз мына жақта, мына жақта орманды қараңдаршы достар, мында кілем, қайын ағаштар күшті да, ұнап тұр, прям күшті ұнап тұр. Осы ағаштардан үй салу керек негізінде. Осы қайын ағаштар ұнайды негізі. Так, березалар, яғни. Так, мына жақта опять скелеттер жүр. Бізге бірақ әлі тигізе алмай жатыр, қандай мерген емес екен скелеттер. Так, біз нормальный жерге шықтық та. Біз дейтін равнинаға шықтық. Мына жақтан оңай бат, кішкене қашып кету. Так, мына жақта бізде қойлар жүр. Так, өтіптік бәрін. Енді бәрін емес, енді бізге үшеу керек, бізге үшеу керек болады. Так, біреуін өлтіру керек болса жарайды болса бізге. Так. Все. Так, енді бізге үй салу керек. Так, шағын үй давай, сразу шағын үй салайық осы жерге. Бір кішкентай төртбұрышты осындай үй салайық. Просто чтобы ей, қой, істетсің. Қой деймін дейсің, да? Ладно, өтпейтін прикол, конечно. В общем, давайте үй салайық. Так. Так, былай. Шедевр! Достар, мына үйді көрдіңіздер ме? Мұндай үй вообще прям, мұндай үйді. Достар, просто тек тығылатын үй, в общем. Түсінгендеріңіз болса. Кішкене, хотя бір блокқа үлкейту керек, немді вообще не өтті. Давайте екі блокқа хотя үлкейтейік кішкене. Слишком аяп кеттім ол там жерді. Давайте былай қылсақ. Бір ағашты еще товар өлтіреміз. Короче, осылай. Так, енді тағы не керек бізге? Так, мынаны алып тек, мына деревалар керек емес. Бізде ағаш аз, так что эконом класс. Так, ешқандай бизнес класс емес, эконом класс. В общем, мына жақты қойып. Так. Так, енді мына жерге верстагымызды қоюға болады, мына жерге енді печкамызды қоюға болады. Енді қазір бір крипер келмесе болды, так, енді жарып жібермесе болды біздің үйімізді. Так, енді бізге не керек? Бізге енді барынша қазір факел жасап алу керек өзімізге. Так, чтобы мына жерде ешқандай моб шықпау үшін. Қандай керемет үй, достар, да? Айтыңдаршы, да, қандай керемет үй. Майнкрафт неше жыл ойнаған адамның істеп отырғанын қараңыздар. Так, еще мына жерге, жоқ, тоқтаңыздар. Еще мен тағы да гениальный булыжникпен толтырып тастайын тоже. Так, өйстіп тастайын. Болды, вообще супер. Так, міне осындай үй бізде енді қайтеміз. Достар, так, енді бізге ағаш керек. Так, открыто новый рецепт, загоните в справочник. Достар, бізде уақыт жоқ, справочник қарайтын. Так, бізге тез-тез есік жасап кіріп кету керек бұл үйге. Так, крипер жарып жібермесе болды қазір біздің. Вообще. Так, есік қайда? Так, есігіміз бар. Все, давайте, до свидания, мен үйге кірдім. Все, паук. Все, ешкім бізді өлтіре алмайды енді. Енді бізге қазір кровать жасап алу керек, тез-тез. Бізде ағаш бар ма? Ағаш бар екен. Ағаш бар. Так, шерсть бізде бар. Так, чё, неге жасалмай жатыр? Мұндай ағаштармен жасалмай ма не? Или қалай? Или түсінбедім мен. Так. Чё-то непонятно, достар. Яғни андай ағаштармен жасалмайтын болып тұр ғой, да, достар? Так, онда бізге андай ағаш керек қой. Так, давайте қайын ағашқа барып келейік онда. Біз бірінші тамақ жеп алайықшы, достар. Так, өліп батырмыз екен. Так, на паук, так, жареная курица. Біреуін жеп алдық, жақсы. Так, екіншісін жеп алайық. Сосын бізде уже жизнь көтеріледі. Негізі қиын емес Майнкрафт, достар. Кішкене тек ойнап білу керек, тез ойнау керек, сосын и все будет легко, короче. Так, бізге енді тез қазір андай ағаш табу керек, қайын ағаш. Все, так, бізге жарайды осы. Бір ағашта жарайды бізге. Не болды, неге жасалмай тұр? Или... Так, мен еще түсінбей тұрмын, достар. Неге жасалмай тұр? Черный шерсть болғасын ба? Бәрі белый болу керек қой не сонда? Так, точно, онда жақсы, онда бір ақты өлтірейік онда. Қазір мен ақ уже таңертең болдым, ұйықтай алмадым. Так, жақсы, онда белый шерсть болып тұр, значит. Скелет, салам алейкум. Бірақ мен үйге кіріп кетемін, тез давай, до свидания. Так. Мен палё... міне болды, жасалынды бәсе. Так, мен палё ұйықтай алмайды сияқты, өткен мен қасында монстр жүргесін, да? Так, айттым ғой, реально, пока монстры вы не можете спать дейді, в общем, понятно. В общем, осылай жауып тек. Жақсы, ұйықтай алмасақ, ұйықтай алмаймыз, жақсы жетпес. Так, біздің үйіміз осындай дайын, енді қысынай кішкентай үй, енді достар, сорян. Так, далаға шығайық, көрейік. Так, ешкім жоқ сияқты, болды, ұйықтай беруге. Все, ұйықтадық. Все, біз енді сохранились, яғни біз осы жерден шығатын боламыз енді өлген сайын. Так, все, болды, біздің үйіміз дайын. Міне осындай керемет үй, просто супер, достар, аплодисменты.
мына жақта зомби өртеніп жатыр. В общем, давайте оны уничтожайық. Так, давай, зомби, до свидания. Достар, осымен осы жерден аяқтаймыз. Бұл біздің керемет летсплейімізді Майнкрафттан. Сіздерге ұнаған шығар деген ойдамын. Маған өте қатты ұнады ойнаған бұл ойынды. Бұл дейтін білесіздер, достар, мен балалық шақ ойыным. Енді балалық шақ демей қой, енді балалық шақ емес, кішкене бір өсе келе кезде ойнаған ойыным. 2012-ден бастап ойнап келеді Майнкрафтты. Шын айтсам, мен дейтін old fuck деп айтуға болады Майнкрафттың. В общем, так, достар, лайктарыңызды басыңыздар. О май гад, мен өте келеді сияқтымыз қазір. Жақсы достар, так мен зомбилар мешать дей береді. Короче, давайте, достар, каналға тіркеліңіздер. Егер де лайк, просмотр көп болса, біз әрине жалғастырамыз Майнкрафтта. Егер де ештеңе болмаса, онда Майнкрафт сау болады. Қош болады Майнкрафт. Короче, не айтып кеттім. Давайте, достар, сау болыңыздар, как всегда. Сіздермен баяғы сол жарым Нұрлан Қаламов. Я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт.